Қайырлы күн барша TikTok көрермендеріне. Кезекті біз клиентіміздің үйіне келдік объектісіне. Мына жерде сыртқы бұрышы дәл осындай болады. Скрытый деп аталады. Бұл жасырын. Яғни не үшін жасырын? Шурупы көрінбейді. Бірінші углын қаптап аласыз. Фундаментіне сэндвич панельдің осындай түрін, түсін таңдап алдық. Біз өзіміз көмектесіп жібердік. Клиентімізге стенасына мынандай бежевый, керемет түсті бежевый светін таңдап алды. Өте жақсы, ыңғайлы, өте әрі тез. Бұл ыстықтан да қорықпайды, суықтан да қорықпайды, сапасы өте мықты. Качествосын қарасаңыздаршы. Ана бір қатты балға балтамен ұрып майыстырып тастамасаңыз, тепкеннен, доп теуіп, барып ұрып соққаннан бұнда ештеңе болмайды. Екі листің қосылған жерін және оператор жақындатып түсіріп жіберіңіз, мүлде білінбейді. Екі листің қосылған жері өте тамаша. Бұл жерде біздің алтақ күн болды клиентіміздің алғанына. Терезенің шеттеріне жақтаулары қалған. Қазір біз ар жақ бетіне біткен жерін көрсетіп өтетін боламыз. Төбесіне 3 терезе, астында кішігірім 3 терезе. Осының шеттеріне околоконный откосный планка деп аталады. Терезенің жақтаулары, соны саламыз. Сонымен бұл клиентіміздің кезекті үйі бітті, Алла қаласа. Мен енді сіздерден кешірім сұраймын. Әр біздің Алматы қаласында салынып жатқан объектімізге барып көрсеткенге уақытым да жетпей жатыр. Бірақ барынша сіздер үшін тырысамын. Міндетті түрде қалай басталып жатқан, қалай жасалып жатқан бәрін көрсетем. Сэндвич панелін және артықшылығы оператор жақындатып мына жерден бір көрсетіп жіберейік. Ешқандай сылақсыз қара стенаға, егер стенаңыз дүп-түзу болатын болса, қабырғаңыз профильсіз прямой стенаға қатырып жасап жіберсеңіз болады. Бұл күште енді кішкене стенасы қисық болғандықтан профильмен, директоратпен каркас құрып, міне осындай керемет сэндвич панелін сатып алып, бізден жасап болып қалды. Алла қаласа ертең соңғы күні бұл жердің мынандай Алматы қаласының кереметтей әсем жерінде Бесағаш ауылында орналасқан екен. Алла қаласа міне бітіп жатыр. Дәл осы клиентіміз сияқты алып тапсырыс беріңіздер. Барлығын мен сіздерге айтып түсіндіретін боламын. Видеоның соңына астында номер көрсетілген, сол номерге WhatsApp-пен хабарласыңыздар. Міндетті түрде мен сіздерге қолымнан келгенше, уақытым жеткенше есептеп барлығыңызға жауап беретін боламын. Достар, аман сау болыңыздар.